Ассалаумағалейкум. Маған екі сұрақ қойған екен, жауап беріп кетейін. Біріншісі айтыпты, мен жаңадан мотоцикл алып едім, осыны 458 километр жүрдім, майын ауыстырған жоғым. Батя айтты, ауыстырмай ақ қой, май қараймады дейді. Жоқ, срочно ауыстыру керек. 300 километр, одан кейін 500 километр. Неге десеңіз, бұны мен өзімен келетін бірінші май, ол транспортировочный май, яғни тасымалдануға арналған нашар май құйылады. Бұл бірінші деп қойыңыз. Екінші, бұл ішіндегі новый детальдар болғаннан кейін, бұл коробка екеуіне бір май құйылады. Яғни гильза кольца поршындар және коробкадағы цистерналар бірін-бірін әбден жеп орныққанша бірін-бірін шамалы жеп, бұның ішінде майдың құрамында майда металдың ұны болады, яғни мехпримс дейді. Бұны астындағы май төгердегі болттың басында магнит бар, сол жинайды. Бірақ ол өте ұсақ, жеңіл металдың ұндарын толық жинай алмайды. Ол майдың құрамында жүреді. Сондықтан ол наждак рөлін атқарады. Сондықтан оны срочно қараймауына қарай ауыстырыңыз. Ал одан кейінгі құятын майыңызды, ол енді сатушы өзі айтады, 1000-да ауыстыр дейді, 1500-да ауыстыр дейді, жақсы май болса 2000-да ауыстыр дейді. Европа жақтағылар, олар алаңсыз көп жүреді. Бұл бірдеңіз. Екіншіден, бұларда масляный фильтр болмайды. Тек мына жерде мынандай сеткі болады, ішінде пружинасы бар. Мінекей, мына болтты босатасыз. Бұны енді көп шеше берудің керек жоқ. Баста бір рет, екі рет шешсеңіз болды. Бұл таза. Шамал металл қалдықтары болуы мүмкін. Басқа фильтр жоқ бұда. Сосын біреулер машинаның майы дейді. Машинаның майынан енді Қызылорданың жерінде күн ыстық болғасын шамалы қоюлау деп, 10-40 лукойлды, 10-40 полусинтетикті құяды. Бірақ енді мен өзім құйып көрген жоғым. Механикалық коробкаларға онша кеңес бермейді негізі мамандар. Бірақ құйып жүргендер бар енді. Мен өзім енді мотоциклден алып қоям, не болса да. Екінші бір сұрақ, дәл осы мотоцикл бар еді, менде мына фары төмен түседі, қалай көтеруге болады дейді. Оны көтеретін ешқандай қиындығы жоқ. Мынау фар, мына балка, алюминий балкаға, дюралюминиевый балкаға қатырылады келген кезде, ол төмен болып тұрады. Сондықтан ол екі ортаға базардан Қытайдың мынандай өзінің болтын аласыз. Советский болттар, резвилер онша сәйкес келмейді. Қытайдікі өзіне өзі сәйкес келеді. Сондықтан мына жердегі шешіп алып, ол үшін мынаны босатасыз. Ар жағында осындай бар, соны босатасыз. Жаңағы мына жердегі болтты шешіп алып, орнына мынаны саласыз, міне. Мынандай екі болтты не қылып, сосын осы болт жоғары төмен бұраған сайын ішке кіріп шығып регулировка жасала береді. Міне менде тұр, міне. Міне тұр, міне. Міне. Мына яғына болт салғам, 10 гайка. Осыны бұрасам мына жерден, міне. Мынаумен жоғары төмен көтеріліп түсе береді. Фар жоғары көтеруге, төмен түсуге болады. Енді қатты көтеріп жібермеңіз, себебі бұнда диодовый лампочкалар тұр да, бұлар қатты түседі. Келатқан встречный машинаның көзін алып түседі. Ол былайша айтқанда аварийный ситуация. Мен өйткені қатты көтеріп, сондай жағдай болып, бір шофер айтқан, қандай лампочка салып алғансың, мотоциклдікі бұлай түседі деп ойламап едім деп. Сондықтан кешке қарай өзіңіз регулировка жасап, алдыңызға түсетін қылып жасайсыз. Дальний, ближний бар. Болды, бұның ешқандай қиындығы жоқ. Мына болтты салсаңыз болды. Осымен гайкамен регулировка жасай бересіз. Мінекей. Мына жер.